Спартак пен Пахтакор Астанаға келді. Елордада футболдан балалар арасындағы халықаралық турнир өтеді. Үшінші жыл ұйымдастырылатын Астана кубогына 12 команда жиналды. Олардың арасында мәскеулік Спартак пен Ташкенттік Пахтакор клубтарының шәкірттері бар. Олар осы жарыс жайында бірер ай бұрын білген және арнайы дайындық жүргізген. Енді 25 және 28 наурыз күндері өзара мықтыны анықтайды. Қалалық спорт басқармасы және Қазақстан футбол федерациясы қолдауымен өтіп жатқан жарыс елдің бас стадионы Астана аренада болады. Бізге бұндай турнирларына көп мұражат қылышады. Біз халықаралық жарыстарға жиі қатысып, балалардың шеберлігін шыңдап тұрамыз. Астанадағы турнирге де арнайы келдік. Бұнда мықты командалар бар. Тек балалар ғана емес, бапкерлер де осында жетті. Біз үшін де тәжірибе жинауға жақсы мүмкіндік. Барлығымыздың мақсатымыз бір. Осы балалар арасынан әлемдік деңгейдегі футболшылар шығару. Астанадағы Аладо баламанына ресейлік және өзбекстандық командалардан бөлек елдің түкпір-түкпіріндегі өрендерді жиналып жатыр. Халықаралық турнир 10 жастағы балалар арасында болады және дәл осы жас деңгейінің таңдалуы бекер емес. Яғни футболға жаңадан келген балаларға көбірек ойын уақытын беріп, дұрыс қалыптасуына жақсы мүмкіндік береді дейді мамандар. Жалпы мақсат тұрақты өткізу осы Астана қаласында. Жалпы ол тек қана турнир ғана бұл емес, енді жалпы қонақтар келеді, оларға да қызық. Қазақстандық командалармен ойнаған, еліміздің командаларымен ойнаған, сондықтан барынша жоғары деңгейде ұйымдастыруға тырысамыз. Спорт басқармасы толық, дене шынықтыру және спорт басқармасы толық қолдау көрсетіп отыр.